Сәлем достар, Стивен Ковейдің «Табыскер жанның 7 дағдысы» кітабындағы өзіме ерекше әсер еткен ойларды сіздермен бөліскеніме қуаныштамын. Әрине, көп адамдар 25 жасқа дейін оқысам, толсам, білсем, тоқысам, үйренсем дейді. 35 жасқа дейін жақсы бір қызмет тапсам дейді. 55 жасқа дейін өзіме тән кәсібім болса, дәулет жисам дейді. 55 жастан кейін сол жиған дәулетімнің рахатын көріп, өмірдің зейнетіне батсам дейді. Міне бұл үнемі айтылатын өмірдің көркем сценариясы. Әрине, ешқандай қателік жоқ сияқты. Бірақ адамның басты нысанасы үйрену болып тұрған кезде, егер оған әке-шешесі келіп бір нәрсені істеуді тапсырса, ол адам ренжиді. Егер адамның басты нысанасы тек қана қызмет болып тұрған кезде, баласы келіп бір нәрсе сұраса, әурелесе, қатты ашуланады. Егер адамның бар назары кәсіпте болған кезде, ол тіпті өзінің отбасына, сүйген жарына да ешқандай уақыт бөле алмайды. Міне бұл адам өміріндегі бір тепе-теңсіздікті келтіріп шығарады. Жарайды, сценария бойынша кейін сол адам өсті, қызметте өсті, кәсіпте байлыққа кенелді дейік. Бірақ ата-анасына дер кезінде өз уақытында балалық парызын өтей алмаса, балалары тілазар болып бет-бетімен кетсе, жары теріс қарап басқа жолды таңдаса, сонда сол адам шынымен табыскер адам санала ма? Өмірде бірінші түйменің қата түймеленгені, соңғы түймеде бірақ білінетіні өкінішті. Өкініштің дәрісі ешқайда да жоқ. Ту баста қате жазылған сценарий өкіндірмей, опық жегізбей қоймайды. Ендеше сізді сол өкініштен сақтайтын Стивен Ковейдің осы ойлары деп білемін. Өз өмір сценарияңызға әрқашан лайықты өзгерістер енгізе біліңіз. Ойыңызда әрқашан не үшін және кім үшін деген егіз сұрақ қатар тұрсын. Не үшін деген мидың сауалы, кім үшін деген жүректің қалауы. Сіздің байлық, кәсіп, қызмет, үйрену турасындағы барлық құлшыныстарыңыз тек қана не үшін деген сөзге жауап бере алады. Мысалы, ақша үшін кәсіп, кәсіп үшін қызмет, қызмет үшін үйрену керек. Бірақ біз өмірде осы не үшіндердің кім үшін екенін ұмытып кететініміз қиын. Ата-анаға бар кезінде, балаға сәби кезінде, сүйген жарға көңілі суынбай тұрған кезінде жасалмаған мәмілені кейін ат басындай алтын беріп те сатып ала алмайсыз. Ешқашан оның орнын толтыра алмайсыз. Сондықтан әйгілі Эдисон айтқандай, адамдар ойланбау үшін қарбаластап еңбек істей береді дегеннің кері келмесі үшін әрқашан басты төмен салып, тек қана тырбына бермейік. Бұл бір орында айнала берген есектің әрекетімен бірдей. Бұл дүние қайда бара жатыр? Төрт құбыласы тең адам деген кім? Оның талғамы қандай болады деген сұрақ әрқашан назарымызда болсын. Егер әрбір күніміз нысаналы болса, әрбір нысанамыз қағидалы болса, онда өмірдің сценариясы тым көркем болар еді, тым мағыналы болар еді. Ал мидың сауалы мен жүректің қалауын қатар ұстай білген адам ғана өмір сценариясындағы екі шылбыр бір тізгінді қатар меңгерген адамға жатады. Өмір сценарияларыңыз көркем болсын, тірліктеріңіз бай, бақытты да мағыналы болсын. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбай.